бұрында ортаң түзу болсын деген нәрсе түсінбеппіз ғой. Ортаң түзу болсын, ортаң. Неменеге мен ортам не деп? Ол шын мәнінде де ортаң түзу болсын. Ата-ана бекер айтпайды екен ортаң түзу болсын деп. Ортаң алқаш бола ма? Алқаш боласың. Ортаң білімді бола ма? Білімді боласың. Сол себептен атам қазақ ортаң түзу болсын дейді. Жақсы адамдар кездессін дейді. Мен бұрында жақсы адамдар кездессін дегенде мен ойлаушы едім, жақсы келіншек кездессін деп айтып жатыр ма деп. Сөйтсем жақсы адамдар. Бұл өмір пейіл мен ниеттен тұратын өмір да. Пайғамбарымыз намаз оқып бата қайырған кезде қасында сахаба сұраған екен: Алланың сүйікті құлы, адамның асылы, Алладан не сұрайсыз сіз деген ғой. Не сұрайсыз? Алла тағала екі дүнияның бақыты мен байлығын берді ғой сізге. Жәннаттың төрінен орын берді деген кезде пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан екен: мен Алладан бір-ақ нәрсе сұраймын. Осы өмірде қасында жүрген адамдардың маған деген ниеті мен пейілін тазасын сұраймын. Сенің қасында ниеті пейілі таза адамдар жүретін болса, сен табысың берекесі болады екен. Ауру, сырқат, апат, бәлекеттің бәрі аулақ болады екен. Ал сенің қасында біреу пайдаланып қалайын, осыны бір пайда көріп қалайын, осыны бір қасында жүріп бір жасап қалайын деп сенің ақшаңды санап жүретін болса, сен табысыңа дым береке болмай, енді жаманшылықтың бәрі, мынау өмірдегі ластың бәрі сенің қасында болады екен.